14 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, әдеттегідей төл арнаның эфирінде 11-ші студия бағдарламасы. Барлықтарыңызға қайырлы кеш дейміз. Бүгінгі біздің қонағымызда ерекше, біздің көптен күткен қонағымыз десек те болады. Аймағымыздың бірінші басшысы Әбдіқалықова Гүлшара Наушақызы. Гүлшара Наушақызы, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Қош келдіңіз. 11-ші студияға арнайы уақыт бөлгеніңізге алғысымызды айтамыз ең әуелі. Енді Гүлшара Наушақызы, өзіңіз білесіз, биылғы жыл мына қайғылы қасіретті қаңтар оқиғасымен басталды. Осы оқиғаның салдарында бір шама біздің облыс орталығында әкімшілік және кәсіпкерлік нысандары қирады, бүлінді. Енді сол нысандардың қазір қайта қалпына келтіру жұмыстары қалай жүріп жатыр? Сіз айтқандай, мына қаңтар айы биылғы 2022 жыл қайғылы жағдайлармен басталды. Өкінішке орай, білесіздер, еліміздің тұтастығына нұқсан келтіретін жағдай туды деп айтуға болады. Енді қазір бұның тарихшылар да, біздің саясаткерлер де терең зерттеп жатыр ғой. Әлі тергеу жұмыстары да жүріп жатыр, сондықтан тиісті баға да беріледі деп ойлаймын. Ал жалпы өздеріңіз ақпараттан көріп жатсыздар. Ең бірінші, әрине, ең өкініштісі, ең трагедиялық жағдай ол адамдардың қайтыс болуы. Біздің облыста 24 адам қайтыс болды. Одан басқа енді жаңағы ғимараттарды айтып жатсыз, сұрақ қойып, 9 ғимаратқа зиян келтірілді. Оның ішінде енді қазір жұмыстар бастап кеттік біз. 9 ғимараттың 3-еуі күрделі ремонт жөндеуден өтетін болады. Ол әсіресе ең зардап шеккен біздің сот ғимараты, облыстық қалалық сот ғимараты. Оның 8 мыңнан астам шаршы метрге зиян келтірілген. Қазір кезде өздеріңіз көріп жүрсіздер, сіздердің қасыңызда жұмыс жүргізіліп жатыр. Қалған 2 күрделі жөндеу өтетін Нұр Отан партиясы ғимараты, облыстық Нұр Отан партия ғимараты, онан кейін біздің облыстық әкімшіліктің көлік қою ғимараты. Оларда да күрделі жөндеу өтіп жатыр. Жалпы біз қазір жоспарлап отырмыз. 20 ақпанға дейін біраз ғимараттардың жеңіл желпі жөндеулері бар ғимараттардың барлығын бітіреміз. Бізде тек жаңа айтқандай сот ғимараты май айына дейін созылуы мүмкін. Өйткені істелетін жұмыстың ауқымы үлкен. Сонан кейін біз осы ғимараттың бөлек аула ішіндегі конференц залы болатын, оны түгелмен алып тастамаса, жаңағы конструкциясы өте зақымдалған. Сондықтан қазір жұмыс жүргізіліп жатыр. Жалпы бұл жөнінде үкіметтік комиссия бар. Біздің алдын ала болжауымыз бойынша бірінші есептеулер әртүрленді. Мамандар есептеп 6 миллиард деген, қазір 4 миллиардқа түсірдік. Сондықтан барлық құжаттар министрліктерден өтті, экспертизасы, басқа жаңағы сметалық құжаттары дайындалды. Тек қана қазір енді төлеу жұмыстарын қараймыз. Жалпы жұмыс бітіп қалыпты жағдайда жұмыс істейтін боламыз. Енді бұл жерде тағы айта кететін, енді адами жағынан келетін болсақ, 952 адам құқық қорғау органдарына шақырылып, сөйлесті. Оның ішінде 99-ы өкінішке орай қамалды, 62-ге қылмыстық іс қозғалды, 28-іне бұлтартпау шаралары қабылданды. Бұл жөнінде енді бізге көптеген сұрақтар, отбасыларда келді. Кеше Құран оқылды. Бүкіл республика бойынша білесіздер, президентімізден бастап Құран бағыштады. Сондықтан көңіл айтамыз қайтыс болған азаматтарға. Ал қазір бізге өткен аптаның ішінде облыста Азимова Эльвира деген құқық қорғау уәкілі келді. Оның қасында
құқық қорғаушы Жеміс Тұрмағанбетова болды. Осы отбасылармен сөйлесті, жаңа абақтыға барып сөйлесті. Сондықтан осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір біздің жергілікті азаматтардан да осы ұсталған азаматтардың құқығын қорғау, ешқандай артық заңдан тыс шаралар қабылданбау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қаңтар кезінде өте жақсы жұмыс деген біздің құқық қорғау органдары, білесіздер. Оларға сосын дәрігерлер 3 күн 4 күн бойы күндіз түні тұрып дәрігерлер операция жасап барынша көмек көрсетті. Осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрі қарай енді бұндай жағдай болмауын тілейміз. Оған барлық мүмкіншіліктерді пайдалануымыз керек. Енді Гүлшара Наушақызы, енді жаппай тәртіпсіздік кезінде елдігімізге сынақ аққысы келетіндердің әрекетін қандай болатынын көрдік. Енді осы сіздің ойыңызды білгім келіп отыр. Халық арандатушыларға неліктен еріп кетті? Сосын енді біз бұл жағдайдан қандай сабақ алуымыз керек деп ойлайсыз? Енді әрине бұл жерде әртүрлі жағдайлары болды. Шынымен де мына билікке өз жиналған өтініштерін, ішкі жаңағы ушығып тұрған сұрақтарды жеткіземін деген азаматтарда болды. Бірінші митинг бейбіт түрде басталды. Бейбіт түрде басталған кезде әрине әртүрлі мәселелер көтерілді. Оның ішінде әлеуметтік әсіресе мәселелер, қымбатшылық, жұмыссыздық мәселесі, онымен қатар жаңағы әртүрлі ұсыныстар қоғамда туындаған. Сондықтан бұл жерде әрине әрі қарай көтерілген мәселелер бойынша жұмыс істеуіміз керек. Оған қоса өздеріңіз ақпараттан білетіндей әртүрлі лаңкестік әрекеттерде, провокациялық жағдайларда болды. Біз барынша митингке шыққан азаматтармен сөйлесуге тырыстық. Митинг басталғаннан 4-нен бастап біздің ішкі саясат қызметкерлері, құқық қорғау органдарының жоғары деңгей басшылары, онымен қатар менің орынбасарларым бірнеше барып сөйлесіп, араларында мәслихат хатшысы Байқадамов, басқа да кейбір депутаттар шығып сөйлесуге тырыстық, бірақ кері байланыс орнатуға мүмкіншілік болмады. Мен өзімде барын білесіздер. Сондықтан әрине жаңа форматта жұмыс істеуіміз керек. Біріншіден әлеуметтік мәселелерге байланысты президентіміз, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, өздеріңіз білесіздер, парламентте 11 қаңтарда өз сөзін айтты. Одан кейін өткен аптада да үкіметтің кеңейтілген отырысында тапсырмалар беріп, енді ең басты мәселелердің бірі, менде қазір аналитика жасап жатырмыз. Ол бойынша әсіресе жұмыссыздар, жастар, сонымен қатар өзін-өзі қамтамасыз ететін азаматтар. Өзін-өзі қамтамасыз ететін деп біз айтқанмен көбісі жұмыссыз деуге болады. Сондықтан біздің облыстың өзінде енді осындай 112 мың азамат бар. Соны қазір жіктеп категориялар бойынша. Ішінде мына кісілер жұмыс істеп жүр, мына кісілер уақытша жұмыс істеп жүр, мына кісілер тіпті жұмыссыз, мына кісілер жұмыс істегенмен өте төмен айлықта деген сияқты осындай анализ жасап, үкіметтің қабылдаған шарасымен үйлестіріп, осы жергілікті жерде осы бағытта қатты көңіл бөліп жұмыс істейтін боламыз. Әсіресе енді бір жағынан біз қарап отырмыз, жұмыс орындары бар. Соған дайындық жоқ. Соған мүмкін жаңағы қолмен басқару дейміз ба? Қолмен басқару жасап, мысалы құрылысты алсақ, бізде жаңа қалаушылар жоқ, өткен жыл таба алмадық. Сосын құрылысшылар айтады да, біз көрші елдерден әкелуге мәжбүр боламыз. Мүмкін оларда дұрыс оқыту көзін көрсетпей жатырған болу керек. Сосын біз бизнеске де айтып жатырмыз. Сіздер тарту үшін еңбек ақыны шынайы жасап беру керек. Кей кезде ең төменгі еңбек ақыны қойылады. Қызықтырушылық болу керек. Ақыны дұрыстап беру керек. Мысалы, қалаушы жетпейтін болса, кірпіш заводында кірпіш құюшы жетпейтін болса, айлықты дұрыстап берсе келеді. Онда айтып жатырмыз, сол бойынша барлығын жұмыс істейміз. Содан кейін әрине қазір кері байланысты
өте жаңа жолға қойып күшейту керек. Осыған байланысты мен қазір айттым, өзім тапсырма бердім. Орынбасарларым белгілеген графикпен, барлық орынбасарларым белгіленген графикпен пресс-конференция беріп тұрады. Журналистерге, блогерларға барлық туындайтын сұрақтарды, мысалға осы аптада немесе осы айдың көлемінде бір ушығып тұрған мәселелер бойынша ол неге себептен болды, оны қалай қазір жою жолдары, қалай шешу жолдары, ары қарай не болады, сол туралы баяндап тұратын болады. Ол мейлі мына әлеуметтік мәселелер болсын, денсаулық, білім, ол мейлі кәсіпкерлерге байланысты мәселе болсын, ол мейлі құрылыс немесе жаңағы коммуналдық қызмет болсын, барлық жағынан қазір мен айтып жатырмын, орынбасарларым шығып тұрасыздар, журналистермен тығыз байланыста боласыздар, онан басқа аудандарға шығып, тікелей осы жөнінде көбірек ақпарат беріп, көбірек алдымыздағы жоспарларды айтып, бүгін мысалы мынандай проблема туындады ма, оны білетіндігін, оны қалай шешетінін баяндап отыру керек. Сондықтан телевидениенің бұл жерде потенциалы үлкен, оны біз пайдалануымыз керек. Бұл нәрсе расымен де Гүлшара Наушақызы билік пен бұқараның арасын одан әрі жақындастыра түсетіндігі сөзсіз. Енді дәл қазіргідей осы күрделі кезеңде экономиканы жаңардаға бұру, халықты жұмыспен қамту және әлеуметтік қолдау өте өзекті болып тұрған мәселе екен сөзсіз. Осы бағытта биыл қандай бастамалар, жобаларға басымдық беріп жатсыздар? Әрине, сіздер білесіздер, бірнеше ірі жобалар бар, бағдарламалар бар, республикалық деңгейде қаржыландыру мәселесі де шешіліп жатыр. Соған байланысты енді мысалы өткен жылы бізде 4 ірі жоба жүзеге асырылды. Ол шыны заводы бұрыннан күткен қазір қосылды, білесіздер. Желтоқсан айында қуаттылығы тәулігіне 600 тоннаға дейін шыны шығады деп белгілеп отырмыз. Жылына мысалға 197 тонна шыны шығаруға мүмкіндігіміз бар. Бұл дегеніңіз қазір біздің өзіміздің елімізді толық қамтамасыз етуге, экспорт жасауға, қазіргі кезде кезек көп дейді, сұраныс көп дейді. Заводқа сұраныс бер, өйткені оның технологиясы жаңа, соған байланысты сапасы да жақсы болады. Жалпы 226 жұмыс орны құрылады, қазір оқыту мамандарды басталады. Енді қазір жұмыстар қайтадан басталып жатыр. Біз кеше ғана инвестормен мен сөйлестім, сәуір айында шыныны шығара бастаймыз деген жоспар, құя бастаймыз деген жоспар бар. Одан кейін керамзит блоктарын құру заводы Жаңақорғанда да өткен жылы бітті. 130 миллион теңгенің көлеміндегі жылына 3 миллионға жоқ жаңа керамзит шығарамыз деп отырмыз. Керамзит өнімдерін. Ол жерде де 25-тен астам адам жұмысқа тұрғызылатын болады. Содан кейін ірі жобалардың бұл испан цехы Аралдағы тұзға өте сұраныс көп, әсіресе Ресейге жақсы экспортталып жатыр. Қазір жаңа дизайнмен, жаңа қорапқа салу басқа өте креативті түрде ұсыныстары көп. Олардың үшінші испан цехы былтырдан бері жылдың соңынан жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде де 200-ге жоқ жұмыс орны құрылды. Енді күріш зауыттары да қосылып жатыр жаңадан, бірақ өкінішке орай енді білесіздер, судың аздылығы бар. Ал жоспар бойынша енді айтатыным, биыл бізде шыны заводының қасында бірнеше заводтың жұмысы басталып кетеді. Ол композит материалдары, шыныдан шығатын айна сияқты. Содан кейін енді бірнеше жоба бітеді. Ол құс заводы, қармақшы құс заводы соңғы этапы қалды. Жылына 1,5 мың тонн құс етін шығарамыз деп отыр. Сосын 50-ге жұмыс орындары болады. Қазір білесіздер, азық-түліктің қымбаттылық кезінде өз өнімдеріміз болса, онда әрине ол арзанырақ болады. Жеңіл өтеміз дейсіз. Жеңіл, жақын келеді дегендей сияқты. Сосын құрғақ құрылыс материалдары заводы 160 жұмыс орны құрылады деп отырмыз. Арал Квартс деген компания айналысып жатыр. Сонымен қатар Шалқия бұрыннан күткен, ең үлкен. Өткен жылы
барлық процедуралар өтті Шалқия бойынша. Жаңа білесіздер ғой, тендерлары бар, құжатта материалы, инвесторды белгілеу деген сияқты, соның бәрі уақыт алды. Биыл мысалға бұған 40 миллиардтай қаржы бөлінеді деп отыр. Жалпы құны 235 миллиард қаржы салынады, ол белгіленген, қазір нақтыланған. 1,5 мың адам жұмыс орны құрылады. Қазірдің өзінде құрылыс жұмыстарын бастау үшін 300 адам тартылайын деп отыр. Бұл да үлкен біздің жобаларымыздың бірі. Сосын Аралдағы кальций сода заводы, ол жерде де 700-ге жоқ жұмыс орны құрылады деп отырмыз. Оның ең бастысы мына біздің шыны заводына өнімді береді. Сырье дейміз ғой, сонымен қатар оны экспорттайды. Онымен қатар және сұрақтар болды экология жағынан, ол барлық жағынан шаралар қабылданды. Экология министрлігімен бірге. Сонымен қатар енді көп сұрақтар туындап жатыр. Біз айтып жатырмыз, көрші Өзбекстанда осындай завод бар. Сіздер барып көріңіздер, экологияға зиян тиіп жатқан жоқ. Жаңа технологиялар бар. Жаңа нелер бар, мамандар бар осымен айналысатын. Барлық көріңіздер, инвестор айтып отыр, біз ұйымдастырып апарып көрсетейікші деп. Ал Өзбекстанда бұл өте жақсы пайда келтіріп отыр. Экономикасына, облыстың, сонымен қатар жұмыс орындары сияқты. Осындай ірі жобаларымыз бар. Біз түсініп жатырмыз ғой. Қанша материалдарды біз шетелдерден алып келіп жатырмыз. Өзіміз өндірсек, экономикамызда өзіміздің қойнауымызда байлық жатыр ғой дейсіз ғой. Қанша байлық жатыр. Мына кварц құмының өзі бізде өте сапасы жоғары екен, әрі кварц несінің запасы көп екен құмының. Басқа жердегілерде емес. Сондықтан жаңағы басталған жұмыс, Арал маңындағы шөміштегі басталған дана кварцтың басталған бірінші жаңағы деңгейі басталды. Әрі қарай сонымен жұмыс істейтін болады. Түсінікті. Енді Гүлжара Наушақызы, өзіңізге мәлім, бірер аптадан соң көктемде егіс науқаны басталады. Енді қазір мынау аты жағалаған ағайын өздерінің күріш егу, басқа егу жұмыстарына кіріседі. Бірақ диқандар қазірден бастап алаңдаулы. Оған себеп өзіңіз білесіз, сырдың суының сарқылуы. Енді бұл проблеманы биыл қалай шешеміз? Соңғы 2 жылда мен келгелі бері суның аз болғанына байланысты арнайы комиссия қойып, науқан кезінде әсіресе жұмыс істейміз. Бірге егіншілермен, аудан әкімдерімен бірге біздің басқармалар бар. Бұл жерде айтатын мәселе, өкінішке орай судың деңгейі тағы да төмендеп тұр. Мысалы, біздің Шардараның өзінде бүгінге былтырғымен дәл осындай уақытпен салыстырсақ 1 миллиардқа төмен болып тұр. Ал Көксарайда қазір су жоқ әлі. Енді біз үміттеніп отырмыз, осы наурыз айында су келіп Көксарайды ең болмаса 1-1,5 миллиардқа толтырып алсақ жақсы болар еді деп. Енді қарап отырмай, әрине бұл сұрақтарды мемлекет басшысы білет, жеткіздік. Мен жазбаша түрде де үкімет отырысында да айттым. Ең бізге өзекті 2 мәселе, ол су мәселесі, екінші мәселе мұнайдың сарқылу мәселесі деп. Соған байланысты кеше үкімет басшысы Смайылов Әлихан Асқанұлы Өзбекстанмен барып келіссөздер жүргізді. Ең бірінші мәселе осы болды. Секундына 900 текше метрге суды көбейтті деді. Осы соңғы кезде сонымен тұрса, ең болмаса бізге жақсы болар еді. Одан басқа ол кісінің айтқаны қазірге тек Өзбекстанмен келіссөз жүргізгенмен ол жеткіліксіз болады. Қырғызстанмен, Тәжікстанмен келіссөз жүргіземіз деді. 4-еуі бірден қосылып, сондай жоспарын айтты. Одан басқа енді біз өз тарапымыздан қарап отырмай, іс-шаралар 20-ға жоқ жол картасын жасап, іс-шараларды осы күзден бастап біз оны білдік, алдын ала болжам болды. Сондай іс-шаралар жүргіземіз. Ол қандай іс-шаралар? Біріншіден насос аламыз. Былтыр біз бірінші рет 43 насос алдық. Биыл өзіміздің бюджетте 20 насос алдық. Сонымен қатар министрлік тарапынан 60-тан астам насос беріледі деп отыр, қаражат. Онымен бірінші насостар болса, екінші каналдарды тазарту. Әсіресе бізде қиналатын аудан
екі аудан болайын деп тұр. Бірінші Жаңақорған ауданы, өйткені Келінтөбе магистралды каналы жоғары орналасқанда дариядан судың көтерілуі өте қиын. Сол үшін ана Келінтөбе каналында сосын ортада судың жоғалуы бар. Соны жол бермеу үшін тазалау жұмыстарын жүргіземіз. Біз өзімізге қандай магистралды каналдар тазарту бойынша жоспар белгілеп қойдық. Осы 2 айдың ішінде сол жұмыстарды атқаруымыз керек. Одан басқа техника мәселелері, тазарту, сосын алдағы үлкен мәселелер бойынша жұмысты бастау, мысалы Қарыөзек қоймасы, су қоймасын құрылысын бастау мәселелері, Көкарал дамбасын күрделі жөндеуден өткізу, қазір экспертизасы бәрі бітті, қаражат бөліне бастайды биыл деп отырмыз. Енді көп мәселе экология, геология және табиғатты қорғау министрлігіне байланысты сол кісілермен жұмыс істеп жатырмыз. Жақын арада енді егіншілермен кездесеміз. Бұл бір тарапты болмау керек. Біз барлық қолдан келген өзіміздің мүмкіншілігіміз жасаймыз жаңағыдай. Табиғаттың аты табиғат. Ол енді жаңа келіссөздерге байланысты. Біздің мамандар кеше Өзбекстанға барғанда аралап шықты. Олар да айтады, біз көзімізбен көрдік дейді. Ол жердегі мамандар да көзімізбен көрдік. Судың деңгейі өте төмен. Оларда да мәз емес жағдай дейді. Сондықтан бұл жерде енді Қырғызда да Тоқтағұлда су аз екенін білесіздер. Бірақ қазір жаңбыр бізде жауып тұр ғой, бірнеше күн, соған шүкір деп жатырмыз. Ары қарай табиғаттың бұл да бір сыйы болып егіншілер тарапынан да көмек керек. Оны әр ауданның егіншілерімен кездесіп, сөйлесіп, жоспарды белгілейміз. Енді қазір айтып жатырмыз, жоңышқаны көбірек егіңіздер, күріштің орнына уақытша 1 жылға болса да ең болмаса. Жоңышқаның бағасы қымбаттап жатыр, сұраныс бар, малшылардан сұраныс бар. Сондықтан уақытша жерінде құнарлылығын күшейтеді. Енді күріш біздің әрине ұзақ екпесе жерде бұзылып кетуі мүмкін, тұзданып. Сондықтан енді уақытша деп ойлаймыз, бір жыл болсын былай ауыстырып егіп тұру керек сияқты. Енді ондай принцип қой. Жүре алмасақ жүгіруіміз керек деген. Енді қандай да бір дағдарыстан шығудың жолы ол шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту екенін білесіз. Енді бізде пандемияның кезінде біраз кәсіпкерлік нысандары трансформация жасады, басқа салаға қарай ауысты. Енді сол кәсіпкерліктің жағдайын сұрағым келіп тұр сізден. Қандай бағытта, қандай қолдау көрсетіледі? Өте маңызды. Біз айтып жатырмыз ғой, жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, ірі заводтар салғанмен қазір бәрі автоматта. Бәрі құрал жабдықпен жұмыс істейді. Сіздерде де мына жаңа көріп отырмын, студияда автоматты жұмыс істейтін камералар бар. Қазіргі заманға байланысты. Ол жерде операторлар да керек емес. Сол сияқты заводтарда, жаңа ірі заводтарға салғанымен бәрі автоматтандырылған түрде болады. Әрине жұмыс орындары болады, жаңаға айтқандай 1000-ға дейін. Бірақ көптеген дамыған елдерде осы кіші орта бизнеске басымдылық береді. Сондықтан бізде осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Білесіздер, 2023 жылға дейін өзіміз арнайы карта жасадық. Мына өңірлік инвестициялық қордың жұмыс істеуін әрі қарай создық. Былтырдан бастап 2 жылдың ішінде ақша бөліп 2%-бен ғана жұмыс бастаймын деген планы бар, жоспары бар, бизнес жоспары бар, азаматтарға беріп жатырмыз. Биыл миллиардқа жуық қаржы бөліп отырмыз. Қазір ұсыныстарын бәрін зерделеп, содан кейін комиссияға салып береміз. Жалпы 276 жоба дайындағанбыз. Биыл 7-6 миллиардқа жобалар жүзеге асады деп отырмыз. Сосын ресторандар, мейрамханалар бізде өте көп білесіздер. Қаланың өзінде ауданда 160-тан астам, енді тойшы халықпыз ғой, ресторандар, мейрамханалар бар. Соның қазіргі өзінде 16-сы басқа өзінің жұмысын өзгертіп жатыр. Өткенде бардым, аудандарды да, мысалы, спорт ғимараты ретінде, балабақша ретінде, басқа да медициналық уақытша орталық ретінде өзгертіп жатыр. Сондықтан бұл бағытта да жұмысты жалғастырып жатырмыз. Ал жалпы әрине бизнес бәрі азаматтардың қолынан келе бермейді. Сондықтан басқа бағдарламалар арқылы оқытып, оған икемі бар, жоспары дұрыс, сосын халыққа керек сұраныс бар,
деген бағытта біз қаржыландыру, көмек беруге дайынбыз. Бірақ бұл жерде әрине бизнесті алып, оның көзін біліп, жүргізу мәселесі әрине өте қиын. Сондықтан талдау, комиссияда кімге қолдау беріледі, қаралатын болады. Әрі қарай әрине бұл бағытта қаржыны көбейтіп тартатын боламыз. Расымен Гүлшара Наушақызы, осы өзіңіз айтып кеткен 2%-лық несие деп айтып отырмыз. Осының шынымен де шарапатын көріп отқан біраз кәсіпкерлермен журналистердің өзімен сұхбат құрғанмын. Барлығы да разы, расымен де оның ауқымы әлі де кеңейеді деген ойдамыз. Жалпы Гүлшара Наушақызы, бұл жерде сосын айтатын мәселе, мен айтып жатырмын, күнде айтатыным, коррупциялық мәселелер болмасын. Осындай бұрыннан бері бизнесті бастаймын деген коррупциялық әсерден беттер қайтып қалады. Соған байланысты айтып жатырмын. Бұл жерде бұл деген жұмыс орындары ғой, елге көмектеседі. Бір мысалы бизнес ашса, 5 адам болса, 5 адамның артында отбасы тұрып, 5 адам, 25-30 адамның өмірі, күнделікті тамағы, күнделікті наны деп айтып жатырмыз. Сондықтан бұл жағына мен тікелей күресетін боламын, тек тазалық. Президентіміз де айтты ғой, достарымызға бәрі, қалғандарына заң аясында деген принципті қою керек. Оны қою керек. Гүлшара Наушақызы, осы қат-қабат жұмыстың арасында, қарабалас жұмысыңыз арасында уақыт тауып біздің 11 студияға ат басын бұрып, осындай сүбелі сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Ел президенті өзінің сөзінде былай деді, бұл құрғақ уәденің емес, шынайы жаңарудың кезеңі, табысты әрі өркендеген Қазақстанды бірге құрамыз деді. Осы жаңа Қазақстанды құру жолындағы еңбектеріңіз жемісті болсын деген ниетпен, тілекпен бүгін бағдарламамызды аяқтағымыз келіп отыр. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен 11-ші студия хабары тәмам. Алдағы аптада жақсы жаңалықтармен студия төрінде жүздесуге жасын. Аман сау болыңыздар.